Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай құлпынайдан керемет тосап дайындайтын боламыз. Дана болып, езіліп кетпейтін өте дәмді бір жасағаннан шығатын керемет тосаптың бірі болып шығады. Ендеше арнама жазылып, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге балғын осындай құлпынайлар қажет болады. Менде 8 килограмм құлпынай. Осылай тазалап бір немесе 2 рет қайталап жуып алатын боламыз. Міне біздің құлпынайларымыздың барлығы жуылған және де жапырағынан тазартылды. Ыдысымызға 2,5 литр су құйдым. Суымыз қайнайын деп жатқан кезде қантымызды саламыз да жақсылап араластырып тұрамыз. Қантымыз ерігенше суымыз қайнай бастаған кезінде осылай құлпынайларымыздың барлығын салып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай суына кішкене ғана батып тұр. Құлпынайымыздың қалғаны өзінен шығатын су болады. Міне бұл жерде енді қайнайын деп жатыр. Құлпынайларымызды осылай басып жіберіңіздер, себебі барлығы жоғары көтеріліп кетеді. Осылай қайнап келе жатқан кезінде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 1-2 марта араластырып, содан соң толықтай қайнағаннан кейін дәл осылай бір келкі етіп қайнап 15 минут қайнаса жеткілікті. Содан соң отымыздың астын өшіріп 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Сол 2 сағаттың арасында суытып қантының көретін боламыз. Міне таза жуылған банкілерімізді парлап алып, содан соң осылай дайын тосаптарымыздың барлығын құйып алатын боламыз. Міне дәл осылай барлығына құйып болған соң шетінен ғана қақпақты бұрағышпен бұрайтын боламыз. Жақсылап бекітіп аламыз. Міне біздің осымен тосаптарымыз дайын, өте дәмді және де дана болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне бізде көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай керемет тосап шықты. Бізге ас болсын, арнама жазылып, қолдау көрсетіп, лайк және комментария басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау болса, менен әрдайым жаңа рецепттер шығатын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.